үнемі рекке шығып ұзақ уақыт клиент әкеп отырады, егер видеоның стратегиясын дұрыс қолдансаңыздар. Яғни біз енді түсінікті ғой, вот бір видео ұзаққа да шығуға болады. Енді TikTokта кез келген өнімді видеомен, яғни контент дегеніміз видеомен сату үшін, мысалы, сіздің видеоңыз тек қана видеомен, стриммен емес, мысалы, видеомен де сатуға болады деп айтып жатырмын. Өте жақсы сұрақ қойып жатсыз. Тек стриммен немесе видеомен сатсақ бола ма? Болады. Өте жақсы сұрақ, Маржан. Тек қана мысалы адамдар айтады, ой, мен эфирден ұяламын, уақытым жоқ, қысылам, эфирге энергия керек, айғайлап сөйлей алмаймын, эфирде адамдарды ұстай алмаймын дейді. Ондай кезде тек қана сіз видеомен сата аласыз. Көп адамдар видеомен сатуды үйретпейді. TikTok деген тек қана видео емес. TikTok әу бастан ол осы развлекательный форматта, тренд түсіретін бағытта жаңағы видео болған. Кейіннен оған стрим қосылған. Яғни біз оқушыларымызға 50% видео, 50% стриммен сатыңдар деп айтамыз, и екеуін полноценно үйретеміз. Енді сіздердің видеоларыңыз TikTokта сізге миллиондар әкелу үшін 3 түрлі форматта болу керек. Бірінші, видео продажный, всегда шы, яғни сатылым алып келетін элементтері болу керек. Екінші, полезный. Егер сіздің видеоңыз жаңағы рекке шықпаса, сіздерге адамдар подписаться етпесе, подписчик келмесе, сіз полезный емессіз. Сіздер халыққа пайдалы болмай, аудиторияға бермей, ешкім сіздерден сатып алмайды. Сіздің подписчигіңіз болу үшін сіздің парақшаңыз пайдалы болу керек. Үшінші, вирусный видеолар, яғни бұл 300-500 мың миллион деген просмотрларға кетіп, WhatsApp статустарға дейін тарап кететін, завируситься ететін видеолар. Көп адамдар осы форматта видеолар түсіре алмайды, нәтижесінде оларға клиент келмейді. Яғни сіздер егер видеоларыңыз рекке шықпаса, 100, 200, 500 қаралым мен үнемі қатып тұрса, сізге клиент келмейді. TikTokты түсіне алмай-ақ өтесіз тілін. Сондықтан кімнің видеосы рекке шығып жатыр, жазыңыздар. Иә, түсінікті, өрік клубника сатамыз дейді. Клубника хит болып отыр ғой TikTokта, КамАЗ-КамАЗбен қазір. Дальше кеттік. Бір видео пример көрсетіңізші дейді. Все, міне как раз вот рекке шыққан бір видеоны сіздерге қазір примерін көрсеткім келіп тұр. Видеоны қосасыз ба? Мынадай новинкамыз келді, ханымдар. Мына қараңыздар, өте әдемі тұрады. Бастан алдының бәрі полный ручная работа, мына бисердің бәрі біртіндеп қолмен тігілген, арты резина. Осылай екі сырғасы бар, екі бетінде салбырап тұратын, осындай сырға сияқты моншағы бар. Баста өте әдемі тұрады. Кез келген қалаға доставка бар, ханымдар. Ұнатып жатсаңыз, жоғары жағымызда, парақшамыздың жоғары жағында WhatsApp номер тұр. Сол номер арқылы тапсырыс беріп алып алсаңыздар болады. Мына вообще тойға күшті екен. Хиджаб киетін қыздарға да өте әдемі болады. Бонилардың сыртынан, химарлардың сыртынан киіп алғанға өте әдемі тұрады. Баста расцветка бар, әртүрлі түсі бар. Мынау қазір темный серый, басымдағы. Тағы да молочный цвет бар. Мынадай молочный бар. Кез келген түсінен тапсырыс беріп алып алсаңыздар болады. Біздер Шымкент қаласынанбыз. Мінекей, қараңыз. Өте әдемі тұрады. Баста прическа деп әуре болып жүрмейсіз. Хиджаб киетін қыздарда қандай не тағатын едім, бүгін тойға сәл кішкене бір жарқырап тағат деген сияқты сыртынан киіп ала қоясыз. Нежный, әдемі болып тұрады. Мынау молочный цвет. Одан кейін кофейный цветі бар. Кофейный цветі барлығының сырғасы бар, кофейный цветі, ашық серый бар. Ашық серый цвет. Мынау коралловый цвет, коралловый түсі де бар. И басымдағы молочный болса, мынау бежевый. Мынадан кішкене темнылау, сарылау цветі бар. И жаңағы тоқ серый бар, қанық серый. Тапсырыс беріп үлгеріңіздер, ханымдар, барлық қалаға жеткізу қызметі бар. Почтамен барлық қалаға салып жібереміз. Қараңыздар, өте әдемі болады. Қонақ күткенде де, қонаққа барғанда да киіп ала салатын. Орамал тағып бүйтіп, орап, нетіп жүрмейсіздер, шаш сияқты қылып. Одан кейін прическа деп жүрмейсіз, мынаның өзі вообще күшті болып тұрады екен. Алып үлгеріңіздер, ханымдар, тапсырыс беріп алып алыңыздар. Барлық қараңыздар, обычный видеода вроде бы, бірақ бұл видео 304 мың просмотр жинады. Не үшін? Видео өте пайдалы. Әрекетке шығып бүкіл орамалдың түр-түрін көрсетіп жатыр, киіп, тойға киюге болады, өмірдің қандай салттарына киюге болады, қонаққа, күнделікті өмірге киюге болатынын көрсетіп жатыр. Одан бөлек түрлерін қандай бетке ашық түсті, жаңағы үйге деген нәрселерін көрсетіп жатыр. Кері байланысқа шақырып жатыр. Біз Шымкенттеміз, бізге хабарласыңыздар деп, бүкіл Қазақстан бойынша жеткіземіз деп жатыр. И обычный жаңағы әрекетпен кез келген бетке қалай тұратын көрсетіп жатыр. Қарапайым видео, бірақ сырғасы бар тюльпан деген тақырыбы назар ұстап тұр. И мықты тақырып жазып қойған. Видео ұзақ болса да соңына дейін қаралған. Нәтижесінде 304 мың просмотрға. Енді бұл видеода қараңыздар, 505 комментарий жазылған. Ойлаңызшы, обычный видеоға 505 комментарий жазылған, 684 адам сақтап алған, 2400 адам переслайд еткен, и 4000 адам лайк басқан. И комментарийдің барлығы, Народный банк бар ма, қайырлы түн, мен алайын деп едім, бағасы қанша, Шымкенттің қай жері барайын, в Россию отправляйте, интересует мелкий штук, оптом 15 штук дейді. Мысалы, WhatsApp қай жерде заказ берейін деп едім, WhatsApp нөмір, адамдар қырылып жатыр. Просто осы бір ғана видео менің оқушыма 200 клиент алып келді. Ойлаңызшы, просто осы бір видеомен 200 тюльпан сатып тастады. Яғни сіздер видеоны дұрыс қолданған кезде сіздерде де осындай продажа болады. Так, сұрақтарыңызды көріп жүрейін, түсінікті ме? Қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Нумерология бойынша кеңестер беретін қандай стратегия бар? Нумерология, сюцай деген нишалар
Ол енді TikTokта сұмдық өтетін нишалар. Кәдімгідей сұмдық өтеді. Себебі адамдарға бұл салы өте қызық екен. Менің оқушым бар, күнде консультациясында сатады. Жаңағы сіздер бір разбор бірдеңелер жасайсыздар ғой. Плюс қазір курсын сатып жатыр. Бұл жерде сіз стриммен де сата аласыз, видеомен де сата аласыз. Обычно қарапайым адамдардың туған күндеріне, даталарына, білмем какой-то жетістіктеріне, успехтарына байланысты қарапайым видеолармен. Себебі біздің адамдарға ол нәрсе өте қызық екен, біздің көзіміз жетті. Просто осы нумерологияда 3000 теңгелік пе, бір 5000 теңгелік чекпен бе оқушымыз 1 миллион где-то продажа жасаған, сондықтан спокойно сата аласыз сіз. Дальше кеттік, сұрақтар бір қарап жіберейін. Түсінікті болып жатыр ма? Саламатсыз ба? Иә, түсінікті дейді. Мен тікелей Қырғызстаннан товар алдырып сатамын. Онлайн әйелдер киім ішінде хиджаб халаттарды бар, детскийлер, ерлер киімінде клиент аз дейді. Өтеді барлығы. Қырғызстаннан да қазір бүкіл халат малаттар TikTokта күшті өтеді. Стрим қалай ашады дейді. Жақсы түсіндіріп жатырсыз дейді. Видео түсіріп TikTokқа саламыз ба? Иә, Жанат ханым. TikTokта өзін көрсетпей видео жұмыс істесе бола ма? Болады. Өзіңізді көрсетпей, товарыңызды да көрсетіп қана бізде ондай жаңағы практикамызда болған. Менің жолдасым TikTokта 200 мың қаралым болған, ал мен жасай алмай жүрмін дейді. TikTokты түсіндік, иә. Бұл жерде бады сата алмай жатырмын, блокқа жібереді видеоны. Бұл жерде дұрыс қолдану керек. Көп адамдар дәрі-дәрмекті дұрыс қолданбайды, нәтижесінде блокқа кетеді. Біз спокойно бады сатып жатырмыз. Иә, супер дейді. Жаңағы жолдасым 200 мың қаралым жинады деген нәрсе. Бұл жерде смотря қандай видеомен жинады. Егер сіздің видеоңыз 500 мың 1 миллион просмотрға шығып, одан клиент келмей, табыс таппасаңыз, одан дым пайда жоқ. Бізде видеомен 200 просмотр болса да, 200 мың просмотр болса да, продажа әкелу керек. Түсінікті ғой, рекке шығатын видео түсіргенде, осыны қалай оқушыларым үйренді, тек қана видеомен сатады. Мысалы, мебель сатып жатыр, 155 мың, 160 мың чатқа чегін жіберіп жатыр. Бір аптада 860 мың теңге таптым дейді. Ойлаңызшы, клиенттердің барлығы TikToктан келеді, тек видеомен сатып жатыр. Услуга косметология, жаңағы оқушым Шымкенттен бұрын сата алмайтын, обычный чисткасын сата алмайтын. Қазір 100 мың теңгелік әжім кетіретін қымбат услугасын сатып жатыр. Мына чек полный оборот TikToктан келген. Бұлай да вообще таргет жібермедім дейді. Тек қана TikToктан 1 300 000 мыңға өзінің услугасын сатқан. Түсінікті ме, күшті ме, достар? Видеомен сату ұнап жатыр ма? Кері байланыс беріңіздерші, қазір стримге байланысты айтамын. Түсінікті стримге қалай ашады көрсетіңізші, қазір айтамыз. Все, айттым, иә, қазір сіздерге осы курс, осы сабаққа қатысушылар арасында бізде Түркияға жолдама ойнатамыз. Оны қалай ұтып аласыздар? Сіздерге сабақтың соңында міндетті түрде айтатын боламын. Біз бір уже қатысушымызды жібердік, алла бұйырса шетелге, қазір сіздерге де соның жолын көрсетемін. Обязательно эфирді соңына дейін қараңыздар. Енді көп адамдар айтады, Амина TikTokта тек қана товар өтеді, біз инфобизнеспен айналысамыз, курс сатамыз, услуга сатамыз, біздікі қалай болады деп айтады да. Мен өзім товар сатпаймын TikTokта. Мен өзім TikTokта отырамын, білетін мен оқушыларда стримда отырамын, үнемі стриммен де, видеомен де мен өзімнің курстарын сатамын, консультация услугаларын сатамын. Яғни бұл жерде курста спокойно өтеді. Мысалы, оқушым психолог, мысалы 250 мың теңгеге TikToктан келген клиент дейді, курсын сатып алған. Тағы бір оқушымыз Қарлығаш ханым, тоже психолог. Амина ханымның TikTok Pro курсынан кейін 2 миллион 500 мың теңге табыс таптым дейді. Ойлаңызшы, клиенттерінде дамыл жоқ дейді. Бұрын таппаған табысты сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында тауып жатырмын дейді. Контент план жазуды үйрендім, қорқыныштарымды жеңдім дейді. Тағы бір оқушымыз, мынау видео салмай жүрсем де просто так видео салмаған, бірақ жаңағы 990 теңгелік арзан чек қойып қойған, видеодан жаңағы арзан өнімін сатып алатын воронка жасап қойған, видео салмаса да бұрынғы видеосы сонымен клиент әкеліп жатқан. Плюс мына жерде 2000 теңгелік техникадан 100 адам алды, 990 теңгелік техникадан 100 адам алды, 300 мыңдай жаңағы кейін олар жаңағы 300 мыңдық 250 мыңдық чегін алды, 1 миллионнан астам продажа жасадым дейді. Ал менің TikTokта жаңағы психологтың оқушысы 315 мың теңге продажа жасады дейді. Кеше бір клиентім TikTokта атып хит болып 500-600 мың просмотр жинады дейді. Сосын адамдар ойлайды, жаңағы наставничество сата алмаймыз деп. Менің мықты оқушым бар. Бүгінгі күні TikToктан 4 эксперт наставничествоға кірді дейді. Наставничествосы 1 миллион теңге. Плюс 20 мың теңгеден курс саттым дейді, 400 мың теңгеге 20 адамға. Яғни 4 миллион 400 мың теңге бір айда табыс тапқан. Одан бөлек фейс пластика, арықтау марафондар күшті өтеді. TikTokта 10 мың теңгелік марафон сатып, 2 миллион 100 мың теңгеге сатқан, 200 адамға марафон сатқан. Яғни TikTokта инфобизнестің барлығы видеомен де, стриммен де спокойно сатылады. Біз бұны практикамызда өткіздік. Бұл жерде тек қана товар емес, қазір услуга сататын дәрігер болсаңыз да, массажер, гастроэнтеролог, нутрициолог, білмеймін, нумеролог болсаңыз да маңызды емес, барлығы сатылады. Енді түсінікті ғой, иә, видеомен сатудың жолын түсіндіңіздер ме? Қалай сату керек, рекке шығуды түсіндіңіздер ме? Енді
тиктоктың стримімен сатуға өтейік. Так, товар бар, әлі сатпадым дейді. Видеоны күнде салып отыру керек па, Айсұлу ханым? Күнде табыс тапқыңыз келсе, күнде саласыз. Женский энергетика туралы курсын бар ма, сата аласыз. Біз келіндер туралы сатқанбыз. Дальше кеттік. Құрақ көрпеше жастықтың тыстарын сатуға бола ма? Тігінші мықты өтеді. Ондай қолөнер бұйымдары тиктокта штор, тойға арналған күшті өтеді. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз, иә дейді. Стримге қалай шығамыз? Постельный белье, одел, оптым бар, соны сату керек. Мықты өтеді. Менде бізде постель өте көп сатқанбыз. Стрим қалай ашуға болады? Стрим туралы айтыңызшы дейді. Айтамын, енді практика жасау керек дейді. Тиктокта орысша, қазақша жүргізе беруге бола ма? Болады, Диана ханым, екі тілдеді. Все, дальше кеттік. Енді тиктоктың стримі. Тиктокта прямой эфирмен сату бұл негізгі тренд, бұл негізгі хит. Қазір біз тиктоктың стримінде бәріміз саталу керекпіз. Тиктоктың стримі бұл әлемдік тренд, особенно товар бизнесі. Адамдар қазір стримде базар аралағандай аралап алады. Сіздердің базарларыңызға клиент келмей қалса, бутиктеріңізға клиент келмей қалса, олардың бәрі тиктокта эфир аралап жүр негізінде.